Ассалаумағалейкум, джентльмендер. Қалайсыңдар? Сендер менен акция не екенін сұрадыңдар. Сондықтан да бүгінгі видеода сендерге уәде еткенде қарапайым тілмен акцияның не екенін түсіндіруге тырысатын боламын. Бірінші сұрақ, акция дегеніміз не? Акция дегеніміз компаниялардың ақша табу мақсатымен шығаратын бағалы қағаздары. Мысал келтірейін, сендердің Бауыржан деген достарым бар. Ода өзінің компаниясы бар. Бауыржан, ол Марсқа ұшатындай ғарыш кемесін құрғысы келеді. Оған ақша жетіспей жатыр. Ақша жетіспегендіктен Бауыржан болса басқа да инвесторларды өзіне тартады. Оны тарту үшін ол өзінің акцияларын шығарады. Акцияларды Бауыржан бірнеше штук қып шығару мүмкін. Мысалға бір 10 мың шақты шығарып жіберу мүмкін. Сол кезде адамдар алады да ол енді ғана дамып келе жатқан компания болғандықтан акцияларды бірден сатып алуға кіріседі. Себебі оның акциялары тиын ғана бір $5 ғана тұратын шығар бір акциясы. Барлығы барады да бәленбай 100 штуктан, 200 штуктан кім қанша шамасы келеді, соншадан сатып алады. Ал Бауыржан есесіне сол жаңағы $5-дан 10 мың шақты акция шығарады, соның барлығынан көрген пайдадан ол алады да өзінің бизнесін дамытуға жұмсайды. Яғни жаңағы ғарыш кемесін құрады, ғарыш кемесін құру арқылы Марсқа ұшып қайтады да сол жақтағы керемет бір открытие жасап, новыйдан әлемді познавать етеді. Соответственно, Бауыржан уже жаңадан бір керемет бір жаңалықты ашқандықтан оның компаниясы крутой болады. Ал неғұрлым компания крутой болған сайын оның акциялары рынокта өте бағалы бола бастайды. Яғни Бауыржанның компаниясының акциялары өседі. Мысалға сендер $5-дан сатып алдыңдар, енді оның бір акциясының құны $200 болып кетеді. Сол кезде сендер аласыңдар да $200-ден $5 азайтсаң $195 ма? Сол разницамен өздерін сатып алған 100 акцияларының бәрін бір-ақ күнде сата саласыңдар да $19,500 қалталарына саласыңдар. Бұл жағдайда екі жақта довольны болып тұр. Акционерлер өздерінің ақшаларын көбейтті, ал Бауыржан өзінің бизнесін көркейтті. Тағы да акцияларда дивиденд деген нәрсе болады. Дивиденд дегеніміз ол компаниялардың сендерге акцияларды көбірек сатып алу үшін сендерді қызықтырып бір төлейтін бонусы, жаңағы өздерінің бағасы өскеннен бөлек тағы да сендерге бонус ретінде төлейтін ақшасы дивиденд деп аталады. Дивидендтер әрқалай болады. Мысалға, Apple-дікі 2% болуы мүмкін, Coca-Cola-нікі 6% деген сияқты. Сөйтіп, то есть Coca-Cola мысалға сендерге мало того, что Coca-Cola-ның өзінің акциялары біраз өсетті, сендер сол өскен арада ақша жасайсыңдар, плюс еще сендерге жылына жаңағы 6% дивиденд төлейді. Қанша ақша салсан, соның 6%-ін сендерге қайтадан төлейді. Тура, депозит сияқты. Сендер акцияны сатып алған кезде, қазір күлмеуге тырысыңдар бар ғой. Сендер сол компаниялардың акцияларын сатып алған кезде, сендер ол компанияның владелеціне айналасыңдар. Дәп солай. Шынымен де сөйтіп айтылған. Негізі сендер акцияны сатып алған кезде, сендер оның владелеціне айналасыңдар, дұрыс. Мысалға жаңағы Бауыржанның компаниясын алсақ, 10 мың акция Бауыржан шығарса, егер де сендер оның 5 мың акциясын сатып алсаңдар, онда сендер ко-учредительға айналасыңдар. Ко деген, яғни сендер уже типа как екке бөліп алдыңдар деген сияқты ғой, учредитель. Ол да учредитель, сен де учредительсің, екеуің бірге уже как не сияқтысыңдар ғой, наравне ғой, уже екеулердің құқықтарын бірдей болып кетеді. Себебі сен 50% оның акциясын сатып алдың. А если 100% алсаң, онда, конечно, сен уже тоже полноценный владелец боласың ғой. Бұл жақта түсінетін нәрсе, сендер акциялардың мысалға өзінің бір белгілі бір мөлшері болады ғой. Сендер сол акциялардың санын қаншама пайыз сатып алғаны байланысты сендердің өздерінің бір привилегияларын болады. Мысалға, егер де сендер барлық акцияның бір 10%-ін сатып алсаңдар, онда жаңағы компаниялар сендерге өздерінің не істейін деп жатқанын барлық жаңалықтармен жіберіп отырады, сендерге рассылка жіберетін болады. Әрдайым сендердің почталарына жазады, біз осы жылы осындай айда мынандай нәрселерді сатып көрейін деп жатырық, мынандай нәрселерді сатайын деп жатырық, мынандайларды сатпайын деп жатырық деп бәрін сендерге заранее айтып отырады, чтоб сендер вдруг если сендерге ол ұнамай жатса, сендер акцияларында сатып жіберетіндей сендерге заранее өз движухаларын айтып отырады.
Мысалға егер сендер 20-30% сатып алсаңдар акцияларын, онда уже сендерде дауыс беруге мүмкіндіктерің бар. Яғни олар айтады: коллегалар, біз бүйтейін деп жатырмыз, осындай жаңалық ашайын деп жатсыңдар, осыған қалай қарайсыңдар? Немесе әлде бұрынғы тактиканы қолдана берейік пе, әлде новыйдан осы стратегияны көрейік пе деген сияқты. Сендер кәдімгі уже сен құқық беруге даусың бар. Мынау күшті деген сияқты екеуін біреуін таңдай аласың. Или даже төртеуін біреуін, үшеуін біреуін, бірнеше вариант таңдай аласың. Вот. Ал егер де сен акциялардың 50%-ін сатып алсан, онда жаңағы айтқандай сен уже коуч-редитель боласың. Ол дегеніміз, сен кәдімгідей офлайн түрде олармен барып кездесулеріне, жиналыстарына қатысу керексің. Кәдімгі барасында өзің бүйтіп, крутой болып киініп алып, столға отырасында: All right, ladies and James, today we are gonna discuss about the new technology деп бірдеңке деп өзің идеянды айтып кетесің. То есть олар уже семен кәдімгідей санасады, сен уже компанияның рулін өзің қалаған бағытқа бұра аласың. Сен бір новыйдан идея предлагать етіп, сол бағытта жүріп кетуге болады. Осындай мүмкіндіктер сендерге тағы да акциялар береді. Нөмір 2-ші сұрағымыз, ол акцияларды қайдан сатып аламыз? Қазір сендерге барлығын түсіндіремін. Жақсырақ түсіну үшін давайте ойлайық, что акциялар ол бізде қандай да бір продукты питания деп ойлайық. Мысалға овощи, фрукты, сондай бірдеңке болсын. Сендер мысалға овощи, фруктыларды сатып алатын кезде қай жерге барасыңдар? Сендер әрине базарға барасыңдар, дұрыс па? Үлкен базарға барасыңдар, который мысалға біздің Алматыда ол барахолка деп аталады, Сендер барахолкаға барасыңдар, ол жақта кішігірім базарлар бар. Мысалға біреусі Ялян болсын, біреусі Болашақ болсын, Болашақ. И тағы біреусі, білмеймін, кез келген бір базар бола салсын. И получается, осы жерде, мына жақта әрбір базарда өзінің бір продуктылары бар. Мысалы, біреусінде тек қана овощилар сатады, екіншісінде тек қана, например, фруктылар сатады, алма, банан деген сияқты, а біреусінде вообще киім-кешектер сатады деген сияқты. Вот, получается, бұл жақтағы аналогия тура қазір акциялармен бірдей болады. Қараңдар. Енді мына жақта біз тұрмыз, Мысалы, мынау біз, мен де қойып. Біз алып, мына нелерге, базарларға барып, мына фруктыларды алу үшін бізге керек, кім керек? Дұрыс. Бізге посредник керек. Яғни ол посредник бізде продавец, Ол бізде продавец. Бұл бізге жаңағы керекті базарымыздағы керекті продуктыны бізге алып бере алады. Акцияларда тура сондай жағдай. То есть қараңдар, мынау сіздер, сендер акцияларды сатып алғың келеді. Мынау мысалға Apple-ның акциясы, мынау Tesla-ныкі, мынау Coca-Cola-ныкі деген сияқты. Мынау барлық тұрған продуктлар бұл акциялар. Енді қараңдар, акциялардың жағдайында бұл былай болады. Мысалға, біздің жағдайда үлкен рынок болса, барахолка деген бұлардікінде бұл не деп аталады? Бұл фондовый рынок деп аталады. Мына бір тұрған үлкен кругтың барлығы фондовый рынок деп аталады. Получается, осы фондовый рыноктың ішінде тағы да өзінің кішігірім рыноктары болады. Ол мысалға, мына жақта Ялян болса, оларда екі үлкен американский рыноктар болады. Ол бізде NASDAQ, NASDAQ деп аталады. И мұнаның орнына бізде тағы да біреусі NICE деп аталады. Немесе NICE па, білмеймін. И біздің қазақстанский рынок тоже бар, который тек қана қазақстанский акциялар сатады. Ол кәсе деп аталады. Кәсе ғой, короче. Кесе емес пе? Или кәсе ма? Вот. Мынау ең үлкен, в основном, крупный американский рыноктар. Бұл жақта сендер жаңағы Apple-дікін, жаңағы Tesla-нікін, Coca-Cola-нікін, Facebook-дікін, барлық компаниялардың акцияларын осы жерлерден сатып ала аласыңдар. Мынау біздің қазақстанский. Енді осы бір акцияларды сатып алу үшін бізге керек ортада кім керек? Дұрыс, продавец керек. Бұл жақта продавец бізде кім болады? Брокер болады. Яғни біз брокерға барамыз, брокер бізге осы нәрселерді алып береді. Құдайға шүкір, қазіргі заманда, дамыған заманда брокер ол бізде просто онлайн заманда, ол бізде жай ғана сайт қой. Сендер қандай да бір сайтқа барасыңдар да регистрация жасайсыңдар, сол арқылы сендер
брокерский счет пайда болады. Ол брокерский счетқа ақша лақтырасыңдар да, жаңағы кез келген мынау акцияларды сатып ала бересіңдер. Мысалға, мына NASDAQ-тан сендер Tesla, Apple-ды алсаңдар, NICE-тан может быть жаңағы дивидендный акцияларды аласыңдар, Coca-Cola деген сияқты, TNT деген сияқты, басқа да нелерді андай ETF акцияларды алсаңдар болады. Ал кәседен сендер чисто қазақстанский акцияларды аласыңдар. Мысалға, қандай Казатомпром, потом ана біреу Қазақ Телеком деген сияқты соның акцияларын сатып алуға болады. Нөмір 3-ші сұрағымыз, ол бізде акциялардың депозиттан не айырмашылығы бар деген сұрақ. Қараңдар, акцияларда, депозиттарда сендердің ақшаларыңды көбейтеді, дұрыс па? Екеуінде де сендер ақшаны сақтайсыңдар, және екеуі де сендерге ақшаны көбейтеді. Біреу сендерге андай дивиденды төлейді, а біреу сендерге просто жаңағы проценттерінді қосып береді. Тура екеуі бір сияқты. Бірақ айырмашылық мынада, сендер депозитта өзінің ақшаларыңды ұлттық валютада сақтайсыңдар, яғни теңгеде. Сендер ақшаны теңгеде сақтайсыңдар, и ол теңгеде сақтау өте қауіпті болып саналады. Несімен? Себебі бұл жерде инфляция деген термин бар. Инфляция деген нәрсе бар. Инфляция дегеніміз ол қандай да бір заттың қандай да бір пайызға қымбаттауы. Мысалға, сен алайын деп жатқан дәптерін мынанша теңгеге қымбаттады, анау сатып алайын деп тұрған нанын 140 теңгеден 160 теңгеге өзгеріп кетті, анау алайын деп жатқан төсегің 70 мың теңгеден 140 мың теңгеге ауысып кетті, ана автокөлігің 8 миллионнан 8,5 миллионға, ана квартираның 50 миллионнан 55 миллионға қымбатта кетті деген сөз. То есть әрбір нәрсе өзінің қандай да бір пайызына қымбаттайды. Ана 10%-ке, біреу 2%-ке, біреу 8%-ке, но барлығын шаққан кезде сендер примерно арифметически барлық проценттерді қосып орын количествосына бөлген кезде жаңағы общий Қазақстандағы жалпы инфляцияның проценті шығады. Ол дегеніміз барлық дүние мынандай бір процентке қымбаттады деген сөз. Қазір просто алып телефондарын алып Google-дан жазатын болсаңдар, инфляция в Казахстане 2022 год деп іздесеңдер, онда көресіңдер, что Қазақстанда 22 жылы инфляция бағасы 20% құрағанын көруге болады. Яғни барлық дүниелер 20%-ке қымбаттап кетті деген сөз. Бұл дегеніміз нені білдіреді? Сенің депозиттағы жаңағы Каспийында 14%-ке ақшаң көбейді деген сөз, ал бірақ 20%-ке бүкіл дүние қымбаттап кетті деген сөз. Ол дегеніміз сен ешқандай да пайда көрмей қалдың деген сөз ғой. Сен керісінше 6%-ке даже кішкене қораға кіріп тұрсың. Сонда получается сен ақшаң сақталмай қалды, көрдің бе? Сен ақшаң азайып қалды. Ал ендігі сұрақ мынада, ал сонда инфляция не себепті пайда болады? Не себепті бұл инфляция пайда болады? Инфляция әрине бірнеше факторларға байланысты пайда болады. Оған кінәлі мұнайдың бағасының өзгеруі, оған қарапайым адамдар арасындағы спрос пен предложенияның арасындағы жүйенің бұзылуы, немесе оған доллардың қымбаттауы тоже алып келіп соқтырады. Потому что білесіңдер ғой, барлық оптовкада тұратын адамдар бәрі келеді айтады, мынау қымбатта кетті ғой, енді доллар өсіп кетті ғой, доллар көтеріліп кетті ғой, көрмейсің бе, сол үшін қымбаттатып жатыр, доллар деп, сол долларға қадалады қалады. Ал егер де акциялардың жағдайына келетін болсақ, ол жақта сенің ақшалардың барлығы доллармен сақталады. Бұл дегеніміз, яғни егер де доллар көтерілсе, сен ақшаларының тоже көтеріледі деген сөз. Ал еще жаңағы мен айтқандай Coca-Cola акциясын сатып алсан, ол саған еще жылына 6% көтеріп береді. Жаңағы иттакта өскен доллардың бағасына плюс еще 6% тағы да доллар үстіне лақтырады. Бұл дегеніміз нұр үстіне нұр емес пе? Егер де саған видео ұнаса әрі пайдалы болса, онда лайк қойып, каналға подписочка жасап жіберіп, өзінің финансылық білімінді әрдайым дамыта бер, бауырым. Көріскенше.